Адамдар не себепті ауруға ұшырайды? Адамдар төменгі вибрацияда болған кезде ауруға ұшырайды. Органды емдеме, эмоцияңды емде деп айтады. Яғни барлық аурудың түпкі себебі тәнге жабысатын эмоциялардан. Психика көтере алмаған нәрсе денеге түседі. Дене бәрін көтере береді. Дененің есі бар. У тела есть разум деген сөз бар. Сондықтан тән жағымсыз эмоцияларды қабылдай беріп, және оны сыртқа шығармай, іштен тына берген кезде ол ауру болып бір күні шығады. Төменгі вибрация деген осы, үнемі жағымсыз эмоцияны шығара беру, немесе іште жасырып қалу. Төменгі эмоцияда жүрсеңіз, сіз бір күні ауруға ұшырауыңыз мүмкін. Сондықтан да сезімнің қандай болса да, сіз өзіңізден шығарып, жазып, жыртып, немесе айтып, шығарып, өзіңізді жеңілдетіп отыруыңыз керек. Сол кезде сіз аурудың алдын аласыз. Ал егерде ауру өміріңізде бар болса, оны медитацияның күшімен азайтуға болады. Осы сауықтыру жолдарын, плацебо әдісін, осындай медитациялар туралы толығырақ білгіңіз келсе, төменге медитация сөзін жазыңыз.